Ассалаумағалейкум, мен Саденов Таңат, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы. Менің сайысқа орындайын деп отырған күйім «Жігер». Жігер күйі Дәулеткерей шығармашылығының ең биік шыңы болып есептеледі. Жалпы Дәулеткерей шығармашылығының хатқа түсіп кәсіби бет алысы Алексей Викторович Затаевичтің зерттеушілік жұмыстан басталады. Бірақ Затаевич кітабында Жігер күйінің композиторы Дәулеткерейдің күйі деп жазылмаған. Ахмет Жұбановтың деректері бойынша Дәулеткерейдің күйлерін жеткізген Науша Махамбет Бөкейхановтар және сол елден келген басқа домбырашылар Дәулеткерей күйі деп атап өткен. Затаевич қазақтың 500 ән күй жинағында Жігерді Чайковскийдің патетикалық симфониясының 4-ші бөліміне теңейді. Ал енді біз орындап жүрген ұстаздарымыздың академик Ахмет Жұбановтың айтуы бойынша Жігер Құрманғазы Дина шығармашылығында да бар, бірақ әр композитор өзіндік орындаушылық стилінде шыққан күйлер. Дәулеткерейдің Жігерінде асып жатқан бір күш бар, философиялық ой бар, өте терең музыкалық тілі бай, құрылымы ерекше, әуендік жағы да таңқаларлық, дамуының өзі де басқа күйлерге қарағанда ерекше. Бұл күйге Дәулеткерей негізгі өз ортасына деген ақсүйектерінің хан тұқымына деген наразылығын, соған деген іштей шабуылын, сыртқа шықпай жүректе қайнап жатқан төре тобына, олардың әкім болып Бұқараның қаңғысатқан істеріне ашу ызасы бар. Олай болса, Дәулеткерейдің Жігер күйін тыңдаңыздар.